Сараң адам. Баяғыда әжем көзім ұйқыға кеткенше басымнан сипап жататын. Әр түні керемет қиссалар айтып беретін. Бірде досынан қарыз сұрап барған бір кісі жайлы аңызға көшті. Біреу досынан қарыз сұрап барса, досы өзінің де жағдайы мәз емес екенін айтып, басқа бір кісіге сілтеп, содан сұрап көр, бір берсе сол бере алады дейді. Досы әлгі жанның үйіне қарыз сұрауға келсе, ол кісі ауырып қалған қойын емдеп жатыр екен. Малы көп болса да, бір қой үшін осынша бәйек боп жатқан бұл мені жарылқай ма? Нағыз сараң екен деп артқа қайтып кетеді. Досына қайта келіп көргенін айтады. Досы қайта сол адамға сілтейді. Екінші рет келсе, балаларына өздері дерменге тасыған уақытта қаптан түсіп қалған бидай дәндерін теріп келуін бұйырып жатқанын құлағы шалып, шашылған дәнге бола осылай тарынған адам нағыз сараңның өзі екен деп қажетін сұрамай тағы қайтып кетеді. Досына көргенін айтып келгенде, досы қайтадан сол сараң кісіге жұмсайды. Үшінші рет қарыз сұрауға келгенде, қыздарына майдың көп кетпеуі үшін майшамды басып қоюын айтып жатқанын естіп қалады. Шынымен де, ол кісіні сараң деген ойға беріліп тұрғанда, әлгі кісі үйінің есігін ашып қалады да, алдында тұрған жігіттің өзін көріп, не мақсатпен келгенін сұрайды. Сонда жігіт былай дейді: шынымды айтайын, қажеттілікпен келіп тұрмын. Досыма барсам, оның да жағдайы менікіндей екен. Көмек береді деп саған сілтеді. Осымен үшінші рет есігінің алдына келіп тұрмын. Әуелі келгенімде қойды емдеп жатқаныңды көріп, малы көп бола тұра бір қойға күні қарап қалғандай мұныкі не жөн екен деп кеттім. Екінші келгенде балаларыңа бұйырғаныңды естіп, нағыз сараң деп мінеп кері қайттым. Міне үшінші келгенімде қыздарыңа айтқаныңды құлағым шалып қалды. Үш рет келдім, үшеуінде де тек сараңның қылығын жасадың. Не үшін? Сонда тосыннан келген қонағына күліп қарап былай жауап береді: ешкі алдын қуатты еді. Сүтін көп сауып іштік те, әлсіреп аяғында тұра алмайтын халге жетті. Ауырған кезде қарамай қойсақ, нағыз опасыздығымыз емес пе? Ал бидай дәндерін балаларыма тергізгенім, нығметтің қадірін білсін дегенім. Адам берекесінің қайсы асында боларын білмейді. Ал қыздарыма айтып жатқаным, оларды тәрбиелеп, үнемділікке үйреткенім. Олар қонақ адамдар. Кімге жар боларын білмейсің. Мен тоқ болсам да барған жері жоқ болуы мүмкін. Сондықтан оларды өмірге дайындағаным ғой. Әлгі қарыз сұрауға барған кісі үй иесінен кешірім сұрайды. Үй иесі оның қажетін шығарып сұраған қарызын береді. Жарқыным, осы ертегіден бұрыннан түсінгенім, тектілікке жеңілдікпен қол жеткізе алмайсың. Әрбір іске сырттай алыстан баға беруге болмайды. Аңыздағы оқиғаға назар салшы. Қойға құр қарамаған адам тірі жан адамына жай қарайды деп ойладың ба? Жарқыным, кейбір кішкене нәрселер үлкен өмірдің қыр-сырын ашып береді. Болмашы деп бағалаған елеусіз нәрселер әп-сәтте елең еткізуі мүмкін. Бірақ сол нәрселерге жақсылап үңіліп, парасат көзімен қарар болсаң, адамдардың қасындағы нәрселерін жақсы көре алмайтынын түсінесің. Алланың алғаны, бергені. Айырылысуды оңай деп ойлама. Егер ол оңай болғанда, Хадиша анамыз дүние салған жыл қайғы жылы деп аталмас еді. Пайғамбарымыз оны өмірінің соңына дейін есіне алып жүрді. Уа Алла, иелігімде жоқ нәрсемен мені сынама. Пайғамбарымыз жүрегіне ишарат етіп осылай дұға ететін. Қайғы жұтып отырғандарға көңіл айтатын. Жақыным, жолаушысы жоқ ескі аялдамадай бүгін сен жалғызсың. Тұр да дәрет алып 2 ракат намаз оқы. Қолыңды кеудеңе қойып, жүрегім я Алла деп айтты. Ойыңа Алланың оған қорықпа деп айттық деген сөзі ғана оралсын. Барлық істі Аллаға қалдыр. Ол сенен нені алса, хикметі бар. Ол саған өзіңнен гөрі жанашыр. Сені сергелденге салса да, Алланың тағдыры қайырлы. Өз-өзіңді ұстап, бекем бол. Өзіңді арқа сүйер деп білетіндер жайлы ойландың ба? Көбісі сынаққа шыдамай бүгіле салуды ойлап жүруі мүмкін. Бірақ сенің бекемдігіңді көрген сәтте оларда да бекемдік пайда болады. Олар саған сенім көзімен қарайды. Жан дүниесі мен рухтарын аманат қып тапсырған саған жеңіл соқпаса да, сен үшін бәрі оңай деп ойлайды. Жарқыным, сабырлықта көркем үлгі көрсет. Кейде Алладан шынайы сұрасаң да, оны бермеуі сені уайымға батыруы мүмкін.
Сол сәтте тура бір тәтті кәмпитті көргенде алғызы кеп жылаған кішкентай балаға ұқсайсың. Ал анасы оның құрамында бала ағзасына зиянды заттар болғандықтан алып бергісі келмейді. Алланың бермеуі де осы сияқты болуы мүмкін ғой. Оның бермеуінің өзі де біз үшін сыйлық. Өзің үшін қымбат заттан айырылып қайғыға батуың да мүмкін. Білмейсің ғой, мүмкін Алла саған беру үшін сендегіні алған шығар. Кахф сүресіндегі оқиға есіңде ме? Қызыр пайғамбар алдынан кезіккен баланы көреді. Қасындағы Мұса пайғамбар мұның мәнісіне жете алмай қалады. Оның хикметі сосын белгілі болады. Алла біздің сенімімізді сақтау үшін дүниедегіні қолымыздағыны алады. Қадірлім, Алла әрбір істі біздің ойымызға келмейтін хикметпен әрі рахыммен орындайды. Ал біз ойымыз шектеулі болғандықтан сол істердің бір шетін ғана көріп байқай аламыз. Алла бәрін біледі, бізге құпия барлық тарапты бақылай алады. Егер сен Кахф сүресіндегі қайығы тесіліп қалған міскіндермен болғанда, бұлардың не жазығы бар, кедей екендігі жетпей ме деп айтар едің. Олармен тағы біраз болғаныңда, залым патшаның флоты басқалардың қайықтарын тартып алып жатқанына куә боларсың. Міне, сонда ғана сен Алланың рақымын сезінер едің. Үлкен нәрселерден құтылу үшін кішкентай заттармен сынайтын Алла неткен ұлық. Жақыным, өзіңе үңіліп іс-әрекетіңді түзе. Анаңның жатырында жатқанда рызығыңды саған жеткізген кім, ұмыттың ба? Емізулі болғанда анаңның мейірімін саған үйіп төккен кім? Тура бір құл мен күң сияқты күн-түн демей, еш кіжінбестен мәпелеген кім? Сүйгенін жесін, қарны тоқ болсын деп алдына қойылған ыстық нанды өзіңе үзіп берген кім? Сені өз жүректерінің бір бөлшегіне айналдырып, керек болса өз еттерін кесіп беруге даяр болған кім? Ал осы аталмыш мейірімдердің баршасын үстіңе үйіп қойған кім? Ол әрине Алла емес пе? Алла саған мұқтаж емес, бірақ мейірімділік көрсетуін тоқтатпайды. Алла саған мұқтаж емес, бірақ сені өзіне шақырады. Осының бәрін ұмытып, тағдырыңда өзің қаламаған нәрсе болса, күңкілдеп, ахілеп, ухілеп шыға келгеніңе таңым бар. Тым болмаса уақыт өтуін күтсеңші. Алла шыңдау үшін сынайды, бір нәрсені бізден басқа нәрсе қайырлы болған үшін алып қояды. Бақытқа алғашқы қадам. Жақыным, бақыт жайлы сұрап, оған қашан жетемін дейсің? Саған айтайын, бақыт деген жететін не тоқтайтын аялдама емес, ол жүретін даңғыл жол. Егер әлемге көзқарасыңды өзгертсең, әлемді басқа қырынан көресің. Бақытты өзіңнен тысқары әлемнен іздесең, оны өмір бойы таба алмай өтесің. Бақытты жүрегіңнен, өзіңнен іздегенде, жоғалтқан, тапқан адамдай оңай қол жеткізесің. Бақыт біреуде емес, өзіңде. Дұрыс, бұл әлемде жалғыз өмір сүре алмайсың. Адамның күні адаммен. Өмірде болатын әртүрлі дауылдарда жығылып қала берме. Жарқыным, өзіңе сенімді болсаң, адамдардың еңкеюі саған зиян бермейді. Сен еңкейсең, олардың мықтылығы саған пайда бермейді. Өз-өзіңді құрметтеу адамдық іс, оның басқаларға қатысы жоқ. Осыларды білсең, бақытқа қарай алғашқы қадамыңды тастағаның. Досым, көре алмаушы болма. Көре алмаушылық басқалардың басына емес, бірінші өзіңнің басыңа бәле әкеледі. Әрқашан өзіңнің қолыңдағы барыңа қара, назар сал. Қараған сайын арта бергенін байқайсың. Басқалардың қолындағыға қарама, оларға қараған сайын өзіңнің қолындағы бардың қадірі қашып азая береді. Бақыт қанағатшылдықта. Қанағатшыл бол, бақытқа кенелесің. Қымбаттым, өткенге өкінбе, одан тек сабақ ал. Өткен нәрсеге сені өзімен бірге алып кетуіне мұрша берме. Сені тастап кеткенге сені қайта тастап кетуге мүмкіндік берме. Өмірдің әрбір соққысына сені шыңдағаны үшін қарыздарсың. Әрбір алданғаныңа сені артық сенімге берілмеуге үйреткен үшін қарыздансың. Әрбір алданғаныңа сені артық сенімге берілмеуге үйреткен үшін қарыздарсың. Бірақ мұңайма, осының бәрі саған қайта жаңадан аяққа тұрып, әрі қарай жылжуды үйретті. Өмірдің өткен парақтарын жауып қою, оны ұмыту дегенді білдірмейді. Өмірдің өткен парақтарын жауып қою, оның бізге әсер ете алмауы үшін ғана. Міне осы нағыз бақыт. Өткен парақтарды жауып таста. Ардақтым, әрбір нәрсеге сынып қала берме. Әрбір сүрінгеніңе жылап, кішкентай бала сияқты шағымдана берме. Бекем бол. Әрбір сүрінгеннен кейін қайта көтерілуді үйрен.
өмірдегі қиындықтарды сені сындыруға шамасы келмеген қиын күндерден қалған естелік деп қабылда. Бақыт ұстамдылықта. Ұстамды бол, жарқыным. Бақыт деген адам жасай алмайтын нәрселерді жасау емес. Кішкентай нәрселерді жасап-ақ бақытты болуға болады. Дәмін сезсең, өз ата-анаңды разы ету де бақыт. Егер үңілсең, күнәға истиғфар айту да бақыт. Ғибадатпен өмір сүруді үйренсең, ол да бақыт. Біреудің көз жасын сүртуде, біреудің өмірге деген ойын өзгертуде, біреуге көмектесіп қол созуда бақыт. Ол әдеттен тыс керемет құбылыс емес. Бақыт деген кішкентай нәрсенің өзін сүйіспеншілікпен, махаббатпен атқару. Досым, кейде өмірде бір нәрсені ұстап қалудан гөрі сол нәрсені қолдан шығарып алу үлкен күшті қажет етеді. Біз нәрселерді жоғалтып алудан қорқамыз, себебі онсыз қалай өмір сүретініміз бізге беймәлім. Бірақ маған сенсең, қашан қолыңды бір сілтеуге шешім қабылдап солай жасасаң, алдын сезбеген күштілікті сезінесің. Сен нағыз бақытты таппаймын деп ойлаған едің. Қазір оны тауып отырсың, себебі сен өзіңді таптың.